Қымбатты көрермен, біз хабарымызды жалғастырамыз. Дәл қазір ортамызға, студиямызға келіп жайғасқан меймандарымыз бар. Таныс отырыңыздар. Қайсар Нұрбек, Талдықорған қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары, және Әсем Оспанова, Талдықорған қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің педагог-психологы, және ортамызда отырған бізде Жансая Жұматай, сол мектепте білім ошағының 10 сынып оқушысы. Қош келдіңіздер. Рахмет. Көңілдеріңіз қалай? Тамаша. Бәрекелді. Таңжарықтың студиясында сіздерді көргенімізге қуаныштымыз. Бәрекелді. Енді сіздерде бір үлкен жаңалықпен келіп отырсыздар. Жақында конференция аяқталып өткен болатын. Жалпы не конференция өтті, қай жерде өтті, кімдер келді? Өздеріңіз бір айтып өтсеңіздер. Негізгі бұл конференцияның атауы оқыту, тәрбие беру және балаларды жақсы көру керек болса, бұл конференция мемлекетімізде 13-ші рет өтіп жатыр. 2012 жылда бастамасын бастаған және осы қысқаша уақыт арасында ол 13 рет өткізілді. Бұл халықаралық деңгейдегі конференция. Және осы конференцияға бүткіл әлемдегі үздік жоғарғы оқу орындарының ғалымдары қатысты, өздерінің тәжірибелерімен бөлісті. Және өзім мұғалім ретінде қатыстым, ол жерде тыңдаушы ретінде. Егер биыл негізі балалар жылы болып аталды ғой, Қасым-Жомарт Кемелевич Тоқаев айтып кеткендей, балалар жылы ат тағайындалды және басты бағыттардың бірі бұл жерде балалардың өзгешілігін сыйлау және өзгешілеріне бейімделу. Сол бағытта келесі тыңдалымдар болды. Бұл жерде енді өзім өзгеше атап кететін болсам, ұнағандары келесі ғалымдар болатын. Ол Тим Оудс, жаңағы Ұлыбритания ғалымы. Ол персонализированный обучение бағытта бізге түсініктеме берді, басты тәсілдерді көрсетті. Тағы да бұл жерде Питер Михисті деген бар. Ол өте танымал үш тілді беру ғалымдардың ең үздігі болып аталған. Және де ол біздің мектеппен 10 жылдан астам бірге жұмыс жасап келеді. Және де соның негізгі тыңдалымдары ол жерде балаларды тек қана бір тілде емес, екі тілде емес, үш тілде емес, балалардың әртүрлігін сыйлап және олардың өзгешілігіне бейімделу. Енді басқа да бізде ғалымдар болды. Олардың негізгі бағыттары жаңағы балалардың кері байланыс алу, олардан алған мәліметті саралау және анализ жасау. Олардың бірі мысалы Дэрилд Джордж Уэст, ол бізде ақш ғалымы, және соның кездесуінде мен әртүрлі приложенияларды үйрендім, әртүрлі анализ тәсілдерін үйрендім. Енді ерекше атап кететін болсақ, бізде биыл Назарбаев зияткерлік мектептері РСС агенттігінен сертификат алды. Демек, ол халықаралық деңгейде біздің оқушыларымыз жоғары деңгей көрсетіп отқан дәлелі. Арнольд Джордж Брауэр, ол бізде аккредитация агенттігінің Нидерландыдан келген ғалымы, және сол сертификатты біздің мектептерге табыстады. Қарап отырсақ, шетелден келген өз саласының мамандарын барлық келіп, жаңағындай іс тәжірибелерімен бөлісіп, жаңағындай сіздермен тікелей жұмыс жасап жүр екен. Енді Әсем ханым, өзіңіз айтып өтсеңіз, осы жалпы конференцияда жаңа айтып отыр, балалардың жаңағындай құрметтеу, жалпы ойларын құрметтеу, солармен жаңағы кері байланыс деп жатыр. Енді соның барлығы өзіңіз енді педагог, психолог болғаннан кейін баланың осындай деңгейде білім алуы бір ауыртпашылық түсірмей ме, оның баланың психологиясына, мысалы, оның өзіндік үйде жұмыстары бар, мысалы айтқанда өзінің жеке өмірі бар, одан бөлек сабағы бар. Оның үстіне келіп шетелдік азаматтар келіп осындай тапсырмалармен, жаңағы енді іс тәжірибелерімен бөліскен, ол да өте керемет жағдай ғой. Бірақ дегенмен бала қаншалықты әсер етеді соның барлығы? Енді былай айтсақ, биылғы жыл балалар жылы. Сондықтан биылғы конференцияға бірінші рет оқушылар қатысып отыр. Ал енді балаларға қаншалықты ол қиын емес па, ауыр ма, бала дүниеге келгенде, әлем бойынша дүниеге келген бала 96% барлығы дарынды, қабілетті болып келеді. 4% ол кішкене туғаннан бір диагнозмен. Ал жалпы 96% бала дүниеге келген әлем бойынша өте дарынды, қабілетті.
және сол балаға жағдай жасаса, отбасында жағдай жасаса, мектепте жағдай жасаса, баланың хал ауқатын жақсартса, сонда бала сол дарындылығы ашылады екен, үлкен жетістікке жетеді. Сондықтан да ол қазір алған білімдері дұрыс бағытта берілсе, сонда бала кәдімгідей ол шаршамайды, негізінде жақсы көңіл күймен, жақсы эмоциямен сабаққа келіп қатысса, ол үлкен дәрежеге, үлкен жетістікке жетеді деген сөз. Сондықтан биыл енді балаларымыз қатысып отыр бірінші рет. Біздің мектептен Жания, 10 сынып оқушысы, өзінің тәжірибесімен бөлісті. Ол керемет бір секция болды. Проактивная молодежь деген. Осы Жанияны өзінен сұрап өтейікші. Және өзіңіз айтып өтсеңіз, жалпы конференция несімен қызықты болды, не үйрендіңіздер, не түйдіңіздер? Осы конференцияның бір қызықтығы, осы 10-ші конференция бірінші рет оқушылар қатысты. Сонымен бірге мендегі жастардағы оқушылардан бір тәжірибе алдым. Шымкенттегі баладан чат-бот деген телеграм психологиялық көмек көрсету чат-боты идеясын алдым өз клубыма. Және де Астанадан Намантинцин президенті, Жаниядан тағы да 12-ші класстың оқушысы. Сол мектептен тыс іс-шаралар идеясын алдым. Керемет. Енді әр жақтан келген балалардың, оқушылардың бір өзіндік бір бөлісетін дүниелері болды ғой. Енді өзіміздің Талдықорған қаласында орналасқан Назарбаев зияткерлік мектебі басқа жақтан келген оқушыларға, жалпы ғалымдарға не бере алды, несімен, не қандай жаңалықтармен бөлісіңіздер өздеріңіз? Әлем өзгерісте болғандықтан бізге өзгерістерден қалмауға тырысамыз. Өзіміздің платформаларымыз бар, өзіміздің идеяларымыз бар, өзіміздің тәжірибеміз бар, солармен бөлістік. Және ол жайлы баға алдық. Және шетелдік ғалымдардың ойы біздікмен бір келді. Олар да жаңа бағытта дамуда, ол инклюзия, ол адаптивті білім беру, ол бейімді білім беру. Жаңа айтып кеткендей, балалардың өзгешілігін сыйлау, және сондықтан да оларға қазіргі заманда сай болу үшін біз олармен бірге дамып отыруымыз керек. Сондықтан біз өзіміздің көзқарасымызды бөліссек, олар өздерінің көзқарасымен бөлісіп, бізбен ой пікіріміз сай келді. Бірақ енді дамытатын бағыттарымыз бар, сондықтан сол бағытта жұмыс жасаймыз. Бәрекелді. Енді қазіріміз айтып отырсыз, білім беру саласына өте қатты бүгінде мән берген ғой, балалардың болашағы деп. Енді Назарбаев зияткерлік мектебінен басқа мектептеріне енді міндетті түрде айырмашылығы болады білім беру жүйесі бойынша. Енді сіздер ол жақтан енді Қазақстанға жетпей жатқан мүмкін бір мектептерге керек бір дүние алып қала алдыңыздар ма? Осы білім беру саласына байланысты балаларға бір ерекше бір тәжірибе болатындай, жалпы негізгі ұстаздарға тәжірибе болатындай, балаларды үйістіп оқытсақ мүмкін жақсы болатын бе деп. Болды ма сондай? Керемет сұрақ. Бізде сол жерде тек қана Назарбаев зияткерлігінің мұғалімдері ғана емес, басқа Қазақстаннан келген оқу орындарының ұстаздары қатысты. Және де бір бағыттың бірі біз тәжірибемен алмасу. Демек, орта мектептерге өзіміздің бағдарламамызды және өзіміздің тәжірибемізді тарату болса, биыл Қазақстан әртүрлі облыстардың ішінде 17 мектеп таңдалды. Және 17 мектеппен біз тікелей жұмыс жасайтын боламыз. Демек, оларға мұғалімдерге кәсіби көмек көрсетеміз, оқушыларына материалдармен бөлісеміз, ресурстармен. Мұғалімдер өздерінің тәсілдерін, тәжірибесін көрсетсе, қарым-қатынас өте жақсы болар деп ойлаймын. Сондықтан да және де сол конференцияның басты бағыты тек қана Назарбаев зияткерлік мектептеріне ғана емес, басқа мектептердің арасында тәжірибе алмасу болған. Бәрекелді, тамаша. Енді өзіңіз айтып өтсеңіз, осы мектепте бір бала психологиясын, жалпы білім беру сапасын жақсарту үшін балаларға қандай осы бір ерекше бір әдіс тәсілдері бар істелетін? Енді қосатынымыз, біздің мектепте жас психолог деген тобы бар, клубы бар. Мысалы, кейбір оқушылар тікелей психологқа келіп, өзінің проблемасын, бір мәселесін айтып, қысылады шығар, ұялады шығар. Сондықтан оқушылар арасы, мысалы,
мұғалімдер жағдай жасайды, психологтар жағдай жасайды. Және оқушылар арасында да көмек көрсету, қолдау көрсету ұйымы бар. Ол бізде жас психолог клубы. Жас психологтың клубының мүшесі болды, қазір президенті Жания. Сол Жания айтып кетсең біздің клуб жайлы. Біздің клубтың негізгі мақсаты ол психологиялық қағидаларын дамыту, психологиялық білімдерін дамыту және де өзара мектепшілік ұйымда өзара көмектесу. Клубтың мүшелері бар мектеп ұжымына психологиялық білімде дамытуға көмектесіп, бір баланың психологиялық проблемалары бар адамды көреді, біздің психологтарға бағыттайды. Жалпы енді ол балалар келген кезде еш қысылмай, жалпы өзара әңгіме дүкен құрып, жалпы басындағы проблемасын мысалы еркін айта алады. Ал соны мысалы және естіп, сізге келіп, міне осы балада мынандай жағдай болып тұр екен, осыған мынандай көмек керек деп, жалпы бағыт-бағдар көрсетесіздер, иә? Бұл біз естігенімізді психологқа айту емес, бұл дұрыс емес болып келеді. Біздің көруіміз бойынша, яғни клубтың ішінде алған білімімізді қолдана алып, осы баланың психологиялық проблемаларын көреміз. Яғни бұл мимика, бұл мектептегі ісі, соны көріп, біз психологқа оны айтамыз. Бірақ ол балалардың ішіндегі әңгімелерді біз ешқандай айтпаймыз. Сөйлеседі, әңгімелеседі, содан кейін ол бағыт береді, бар психологпен бөліссем болады. Немесе өздерінің қолдарынан келсе, мысалы конфликт жағдай болса, өздерінің қолынан келсе, өздері соны шешеді. Өзара шешеді. Тамаша, енді балалардың өздері де былайша айтқанда психолог болып отыр ғой, жаңағындай іс-әрекетінен, мимикасынан, жаңағы қол қимылынан, жаңағындай бәрін біліп отырамыз деп, бұл енді керемет деңгейге жету әрине. Тамаша, енді сіздерге тек қана сәттілік тілейміз, осындай жақсы жаңалықтарыңызбен бөлісе беріңіздер. Бізге келіп енді Назарбаев зияткерлік мектебінде өте дарынды балалар көп екенін білеміз. Әртүрлі технология жағынан IT саласы бойынша бүгінде топ жарып келе жатқан балалар өте көп. Енді басқа қырларынан болсын, басқа салаларда болсын, енді сіздерге тек қана сәттілік тілейміз. Алдағы уақытта жақсы жаңалықтармен келіп, бөлісіп, осы Таңжарықтың студиясы сіздер үшін әрдайым ашық. Келіп жақсы жаңалықтарыңызбен ғана бөлісіп кетіңіздер. Ал енді және 10 сынып келер жылы емтихан бұйырса, тек қана сәттілік тілейміз. Ал сіздерге жұмыстарыңызға табыс, отбасыларыңызға денсаулық. Рахмет. Рахмет.